Фильм иттің есік алдында бір түрлі нәрсені сезгендей үздіксіз үргенмен басталады. Содан кейін есік ашылады да біз үй иесінің есікті ашу үшін шақырған жас құлып шеберімен танысамыз. Ол өз жұмысын аяқтаған соң үйіне қайтады, бірақ жолда үлкен наразылық шеруіне тап болады. 3 күн бұрын полиция қызметкері афроамерикалық белсендіні атып өлтірген. Бұл қоғамның ашуын туғызған еді. Бірнеше сағаттан кейін ол ақыры пәтеріне жетеді. Сол сәтте оның телефонына әйел адам хабарласып, шұғыл қызмет көрсетуін сұрайды және қосымша ақы төлейтінін уәде етеді. Ол жеткенде әйелмен кездеседі. Оның есімі Клэр. Жұмысты бастамас бұрын, құлып шебері одан жеке куәлігін көрсетуді сұрайды, өйткені бұл оның жалғыз ережесі. Клэр әмиянында жеке куәлігі бар екенін, бірақ ол пәтердің ішінде қалғанын айтады. Өзінің шынайылығын дәлелдеу үшін ол үйдегі ерекше затты, жыртылған қара бокс қапшығын сипаттайды. Бұл құлып шеберін сендіреді. Ол өзінің жалғыз ережесін бұзғанына өкінбейтініне үміттене отырып, құлыпты ашуға кіріседі. Есік ашылғаннан кейін құлып шебері тағы да Клэрден жеке куәлігін көрсетуді сұрайды. Клэр басын изеп пәтерге кіреді де тез арада қоқыс салынған пластик пакетпен оралады. Ол қоқысты шығару керек екенін, өйткені пакеттің ағып жатқанын айтады және ақша алу үшін банкоматқа баратынын хабарлайды. Ол құлып шеберін ішке кіріп, жеке куәлігін үстелде көре алатынын айтып күтуге шақырады. Біраз уақыттан кейін Клэрден мазасыз қоңырау келеді. Оның дауысы үрейге толы. Ол құлып шеберінен пәтерден дереу кетуін талап етеді. Бірақ ол әрекет ете алмай жатып, бөлмеге мафияның адамы Салмон енеді. Ол құлып шеберіне қатты шабуыл жасайды. Шарасыздықта құлып шебері бұрағышты алып, оны Салмонның тамағына сұғып алады. Мафия адамы тез қансырап еденге құлайды. Қанды дақтар құлып шеберінің үстіне түседі. Ол не болғанын түсіне алмай, таңғалып қалады. Оның үрейі одан әрі артады, өйткені ұрыс кезінде телефоны сынған, енді Клэрмен байланысып жағдайды түсіндіре алмайды. Құлып шебері өлі адамды елемей, ең бастысы телефонының сынғанына алаңдайды. Бір нәрсе анық, ол түрмеге түсу қаупінен қашуы керек. Оқиға орнын жасыру үшін ол жақын маңдағы дүкенге барып, хлор және басқа да қажетті заттарды сатып алады. Ол әлі күйзелісте, өйткені ол ешқашан адам өлтірген емес, бірақ енді бұл орын алды және ол мұнымен күресуге мәжбүр. Мафияның басқа адамдары пәтерге кіргенде, олар өздерінің серігін өлі тауып таңғалады. Одан да таңғаларлығы бокс қапшығының ішінде жасырылған бастықтарының ақшасының жоғалғаны. Құлып шеберінің тұзаққа түскені анық, пәтер Клэрдікі емес, мафия адамы Салмондікі болған. Олар хлор бөтелкесін тауып, кінәлінің әлі жақын жерде екенін түсінеді. Олар пәтерді тінте бастайды. Бақытына орай, құлып шебері төсектің астында жасырынып жатыр, ешкім ол жерді тексермей. Құлып шебері мүмкіндікті пайдаланып көлігіне қарай жүгіреді, бірақ көлігі іске қосылмайды. Ол қашып үлгермей, мафия адамдары оны ұстап алып, бастықтары Яниктің күтіп отырған штабына апарады. Тергеу кезінде Яник ақшаның қайда екенін және неге оны ұрлауға батылы барғанын айтуды талап етеді. Шарасыздықта құлып шебері ақша туралы ештеңе білмейтінін, өзінің алданғанын, ұрлықтың артында Клэр тұрғанын айтып ақталады. Яник алғаш рет оның шындықты айтуы мүмкін екенін ойлайды. Оның адамдары құлып шеберінен Клэрді және оған қатысты барлық егжей-тегжейді сипаттауды сұрайды. Ақырында Яник өз адамдарына құлып шеберін Клэр жиі баратын жезөкшеханаға апаруды бұйырады. Ол сол жерде әйелді анықтай алады деп үміттенеді. Сонымен қатар Яник маңызды дәлел, құлып шебері Салмонды өлтіру үшін қолданған бұрағышты көрсетеді және егер ол қашуға әрекеттенсе, мафияда, полицияда оны табатынын ескертеді. Тио телефонын шығарып алады, ал Мейби оның құлып ашу үлгісін көріп қалады. Олар жезөкшеханаға жеткенде, Тио өз серігіне Мейбиді әр бөлмені аралап, Клэрді іздеуге ертіп жүруді бұйырады, бірақ Клэрді табу мүмкін болмайды. Кенеттен күтпеген оқиға орын алады. Мейби полиция қызметкерінің шалбары түсірілген күйде ұстап алады. Офицер сұрақтар қоя бастайды және Тионың серігіне қарсы шығады. Бұл ұрысқа келіп соғады. Мейби Тионы ескертпек болғанда, телефоннан оның Клэрмен сөйлесіп жатқанын естиді. Олар бүкіл уақыт бойы серіктес болған екен, және енді Мейби шындықты біледі. Осы сәтте кенеттен қатты шу әңгімені бөлді. Тионың серігі полиция қызметкерін терезеден лақтырып жібереді, және жағдай одан сайын күрделене түседі.
Тио Мэйбидің бәрін естіп қойғанын тез түсініп, серігіне офицердің денесін ішке әкелуді бұйырады, ал Мэйбиге қозғалмауды ескертеді. Офицерді төмен түсіру қаншалықты қиын болса да, енді оны қайта жоғары көтеру керек. Тио серігін көлікте күтуге жібереді, ал өзі Мэйбиді алып, іздеуді жалғастырмақ болады. Бірақ шын мәнінде Тио Мэйбиді өлтіруді жоспарлайды, өйткені оның білгендерін жариялауына жол бере алмайды. Мэйби ақымақ емес, Тионың оны өлтіруін күтіп отырмайды. Ол қашып кетеді, бірақ олардың арасында ұрыс басталып, екеуі де автотұраққа құлайды. Бақытына орай, Мэйби Тионың үстіне құлайды, бұл оған тез демалуға мүмкіндік береді. Мүмкіндікті пайдаланып, ол Тионың телефонын алып, шығуға қарай жүгіреді. Тио тез есін жиып, оны қуады. Мэйби велосипед тауып, бар күшімен педаль басады. Төменде Тио жабайы түрде оқ атады, бірақ оны тигізе алмайды. Мафияға қосылу үшін Тионың ату дағдылары жеткіліксіз болғаны анық. Кейін Тио өз серіктерімен бірге жасырынған жеріне оралады, телефон алып, Яникке хабарласады. Ол Мэйбидің өзіне шабуыл жасап қашып кетуге тырысқаны туралы өтірік әңгіме ойлап табады. Ал Мэйби сол кезде қауіпсіз жерге жасырынып, Тионың телефонын пайдаланып, оны Яникке сатып кетпек болады. Бірақ ол Яниктің байланысын таба алмайды. Сол мезетте Клэрден хабарлама келеді, ол кездесудің неге болмағанын сұрайды. Мэйби Тио болып жауап жазады, ал Клэр оны 30 минуттан кейін клубта кездесетінін айтады. Мэйби дереу клубқа қарай тыныш көшеде орналасады және Клэрді күтеді. Ол ақыры пайда болғанда Мэйби оны жасырын бақылайды. Дәл әрекет етуге дайын болғанда, наразылық білдірушілер тобы Мэйбиді қоршап алып, олардың демонстрациясына қосылуға шақырады. Ол Клэрге қарай бұрылғанда, ол клубқа кіріп кеткен болады. Бел байлап Мэйби кіреберіске жақындайды, бірақ күзетшілер оны тоқтатады, бұл жер тек мүшелерге арналған. Ойын тез тауып, Мэйби ағып жатқан дәретхананы жөндеуге келген сантехник екенін айтады. Бақытына орай күзетшілер оны өткізеді. Ішке кірген соң Мэйби Клэрді барда көреді, және оған артқы қоймада кездесуді ұсынып, хабарлама жібереді. Клэр сол жаққа бет алады, бірақ қоймаға кіргенде телефон шырылдайды. Бұл Тиодан белгісіз нөмірден келген қоңырау, ол өз телефонын жоғалтқанын және ешкімге сенбеу керектігін ескертеді. Клэр дереу тұзаққа түскенін түсінеді, бірақ әрекет ете алмай жатып, Мэйби кенеттен пайда болады, оны ұстап, орындыққа байлайды. Ол ұрланған ақшаның қайда екенін айтуды талап етеді. Клэр ақшаның өзінде емес екенін мойындайды. Мэйби ашуланып, бәрінің Клэрдің кесірінен болғанын айтады. Егер ақшаны қайтармаса, оны өлтіретінін ескертеді. Клэр кешірім сұрайды, оны сатпақ болмағанын айтады. Ашуға булыққан Мэйби оның қолын балғамен ұрады, бірақ қатты соққыдан кейін азаптауды жалғастыруға жүрегі дауаламайды және одан кешірім сұрайды. Кернеу бәсеңдегенде, тереңірек шындық ашылады. Клэрдің шын есімі Джулия, және ол ақшаны ағасын Яниктен құтқару үшін ұрлаған. Джулия мен Тио бауырлар екен. Олардың барлық жоспары Яниктің оң қолы болған Тионың мафиядан шығуына жол берілмейтінін біле отырып, қашып кетуді қамтамасыз ету болған. Жоспар қарапайым, ақшаны алып, Тионың өлім немесе түрме қаупінен алыс жерге қашу. Сол сәтте қойма есігінің кенеттен қағылуы екеуін де үрейлендіреді. Мэйби өтірік, қауіп және күтпеген достықтардың араласқан күрделі жағдайға тап болады. Бәрі Тионың құлыптаулы бөлмеге қараған кезде басталады. Ол сол жерде Джулияны тауып таңғалады. Джулия есікті ашқанда Мэйби шкафта жасырынып тұрғанын көреді. Джулия өлімнен қорқып, Мэйбиге көмектесуді шешкен. Ол Тиоға Мэйбиден қашып кеткенін айтып, жігітінен оны алып кетуді өтінген. Кейінірек кездесуге уағдаласып, Тио Джулияны жібереді. Бірақ Тио кенеттен Мэйбидің әлі жасырынып жүруі мүмкін екенін түсінеді. Ол барға қайта оралып, іздеуді бастайды. Бұл Мэйбиді шошытып, ол жасырынуға тырысады. Асханаға уақытында келген қолдау Мэйбидің қозғалуына мәжбүр етеді, және бұл қозғалысты Тио байқайды. Мэйби жақын маңдағы алаңға қашады, онда шеру өтіп жатыр. Ол Тионы нұсқап, оның полиция қызметкері екенін айтып айғайлайды. Бұл көпшілікті Тионы қоршауға итермелейді, олар оны шабуылдаушы деп ойлайды. Тио қоршалып оқ атады, бұл жағдайды ушықтырады. Алаңдағы нағыз полиция қызметкерлері ашуланып, екі тарап арасында үлкен төбелес басталады. Хаос кезінде Мэйби полицияға қателесіп, тәртіп бұзушы ретінде ұсталады. Ол қарсылық көрсетпейді, өйткені бұл қашу мүмкіндігі екенін түсінеді.
Бірақ полиция көлігіне отырғанда ол Тионы да сол жерде, тәртіпсіздік кезінде ұсталғанын көреді. Мейби білмейді, бірақ полиция капитаны Мейбиді суреттерден танып, мафия бастығына хабарласады. Капитан бастықтың досы, оған көмектесу үшін шақырылған. Тио полиция көлігінің бағыты өзгеріп, негізгі күштерден бөлінгенін байқап, мазасызданады. Мейби артқа қарағанда, қарулы мафия адамдарының көліктен шығып келе жатқанын көреді. Алдыңғы орындағы екі полиция қызметкері соққыдан өледі, ал ес-түссіз Мейби мен Тио ұрланады. Бір түнгі күрестен кейін Мейби қашып құтыла алмайтынын түсініп, мафия бастығына бүкіл оқиғаны айтады. Бастық дереу Тиоға хабарласады, бірақ Тио мұны күтіп, Джулияға қатысты барлық ақпаратты өшіріп тастаған. Алайда Мейби өз телефонында жасырын папка бар екенін, онда шкафта жасырын түсірген бейне жазбаның бар екенін айтады. Бұл бейне Тионың ұсталуына әкеледі. Мафия бастығы Тионың тағдырына бей-жай қарайды. Оның жалғыз мақсаты ақшаны қайтару. Тио сатқындық үшін тұншықтырылып өлтіріледі. Мейбидің ақшаны қайтаруға көмектескен үшін мафия уәдесін орындайды. Мейби босатылады, бірақ ол сол түн туралы бәрін ұмытуы керек. Мейбидің қолындағы кісі өлтіру құралы оны түрмеге жабуға дәлел болады. Тионың өлімінен қорқып, тірі қалғанына шүкіршілік еткен Мейби мафия бастығымен одан әрі келіссөз жүргізуге батылы бармайды. Ол бастапқы орнына қайтарылады, бірақ бостандықтан қуаныш таппайды. Джулияны қорғаған үшін өзін кінәлі сезініп, жемқор полицияға сене алмай, Мейби екіұшты жағдайда қалады. Белгіленген уақыт жақындағанда ол Джулияны ескерту үшін батыл шешім қабылдайды. Ол вокзалға қарай асығады, полиция көлігінің назарын аударады. Ол олардан қашады, бірақ абайсыз жүргізуі одан да көп полиция көліктерін тартады. Вокзалға жеткенде, полиция Мейбиді қауіпті қылмыскер деп ойлап, қаруларын кезенеді. Джулия жоспар бойынша ақшамен вокзалға келеді, бірақ мафияның оны нысанаға алғанын білмейді. Қара былғары киген адам оны бақылайды. Полиция көлікті қоршағанда жүргізуші жоқ екеніне таң қалады, бірақ мафия адамдары Мейбидің вокзалға қайта жүгіргенін байқайды. Яниктің адамдары Джулияны бақылап, оны жасырын түрде жойып, ұрланған ақшаны қайтару үшін қолайлы сәтті күтеді. Бірақ дәл сол кезде мафия адамы шабуылға дайындалғанда Мейби пайда болып, Джулияға қашуын айтып айғайлайды. Мейбидің айғайы полицияның назарын аударады, олар дереу оқ атып, мафияның шабуылын тоқтатады. Бұл Яниктің адамдарын шегінуге мәжбүр етеді. Дүрліккен көпшілік тез әрекет етеді, бәрі телефондарын шығарып, Мейбидің жерде жатқанын және оған медициналық көмек көрсетіліп жатқанын түсіре бастайды. Соңында Мейби ешқашан келмеген ағасы үшін бір ғана көз жасы төгуге мүмкіндік береді. Клэр, яғни Джулия, із-түссіз жоғалып кеткен.